жатқанда дос керек, сағыныштан зарыққанда дос керек. Арман алыс үміт ұзап жеткізбей, жалғыз қалып қамыққанда дос керек. Көш үлкенмен келісуге дос керек, мауқын басып көрісуге дос керек. Тірлігіңде қызық көріп тойлап, қуанышты бөлісуге дос керек. Дәл риза менің нәзік гүл жаным, сыйлады ғұмыр бізге мырза күн. Бұл дүниеде саған досым-ай, саған досым-ай, саған досым ризамын. Дұшпаныңмен егесуге дос керек, ақылдасып кеңесуге дос керек. Қадіріңді білмей туған тірлікте, ағайыныңмен теңесуге дос керек. Зәбір көріп айбынғанда дос керек, табаныңнан тайдырғанда дос керек. Қорлық көріп қаумалаған көп иттен, көк жалдайын қайғырғанда дос керек. Дәл риза менің нәзік гүл жаным, сыйлады ғұмыр бізге мырза күн. Бұл дүниеде саған досым-ай, саған досым-ай, саған досым ризамын. Жаярыңда дос керек, өміріңнің баянында дос керек. Бақылдасып қалу үшін армансыз еліміздің әрбір қасына жаны ашитын, еліміздің негізін құраған осы жерде отырған саяси тұлғалар, абыз ақсақалдар, бір әулеттің ру басшылары, бір елдің саяси тұлғалары бүгін керемет кеш болып тұр. Өз дегенде өгіздей күшім бар деп, әбекең сіздерді біріңізге аға, біріңізге іні болып келетін, мына кеше өзіміздің Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығыменен арнайы парасат орденін алып, осыны жалғыз ғана өзім үйде отырмайын, елімменен, халқымменен, еліміздің ерің болса, неге осындай азаматты елемеске деп арнайы сіздер шақыртып отырып, оның алдында мынау ардақты ардагер деген газетке бұл кісінің бүкіл өмір баяны шықты. Сол өмір баянының алғашқы бетінде қоғам қайраткері, 2 рет құрмет белгісі және құрмет ордені иегері, Түркістан облысының Шымкент, Түркістан, Кентау, Шардара аудандарының құрметті азаматы бүгінгі таңда президенттің жарлығымен парасат орденін алып, яғни Кеңес одағында 3 бірдей теңеске мені орнасаң, героймен тең болатындай герой қылып тұрсыздар енді әбекеңді. Әбекеңмен спешатсызды енді. Дейтіра бірақ кеше әбекең екеуміз біраз бір мағлұматтарға сүйеніп, өмір деректерінің барлығын ескеріп, ағамыздың қалай марапаттай форматын еске алдық. Бүгін микрофон жоқ, галстук жоқ. Жігіттердің арасында өзіміздің өмір баянымызбен өткен кеткен осы Шымкент шаһарын қалай құрағанымыз, елді оңтүстікке,
еңбектеріңізбенен Қазақстанға жасаған экономикалық әлеуметтік еңбектердің барлығы ескеріледі деп Әбекең өзі жазып берген қолтаңбасын оқып берейін. Биыл 2025 жыл Абдулла Ахметұлына Әбекеңе айрықша жыл болды. Әбекең Абдулла ағамыз 75 жасқа толды. Айжан апамызбен отандасқанына 50 жыл. Осы уақыттың ішінде мәңгіде сәнді өмір сүрді. Құрылысшыда болды. Жастар көшбасшысы да болды Мәскеуде. Облыста комсомолдың бірінші секретары болды. Қала ауданында облыстық спорт, әлеуметтік саланы көп жылдар басқарды. Әлі де сол салада қызмет етіп келеді. Қай жерде қызмет етсе де өз қарамағында азаматтардың қарапайым халықтың абыройына, сый-сияпатына, ризашылығына бөленіп жүрді. Осы уақытқа дейін осы еңбектерін қоғамның алдындағы қызметтері үшін мемлекет басшыларының жарлығыменен парасат 2 рет, құрмет белгісі 1 рет, құрмет орденімен тағы да еңбек үшін за боевые услуги медалімен марапатталды. Парасатты 2 рет алыпты, құрметті 1 рет алыпты. Енді Құдай қаласа тағы бір өлі керек қой да ақырға қалсын. Герой болады. Енді Түркістан облысы, Шымкент, Кентау, Шардара аудандарының құрметті азаматы. Ал енді осы өзіміздің республика күні президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығыменен парасат орденімен марапатталды. Осы орденді Абдулла ағамызға ең жақын дос жарандарының ортасында тағу үшін сөзді қоғам, мемлекет қайраткері Әбекеңмен көп жыл қызметтес болған Рахманбердиев Орынбай ағамызға берген қойды. Мына өзінің тәрбиеде алып келем орденді. Ойланбаған жерде. Иә, ана Шалабаевтар себебі істесін бұл енді. Атып көйлеп қалыңыз. Президент Кенжеге. Оны бақалдайдысыздар. Маған бір үлкен миссия болып тұр енді. Себебі болу керек, оның себебін мысалы үшін осында отырған кісілердің ішіндегі меніменен ең көп қызмет жасатқан осы Әбекең. Бұл кісі 70-ші жылдардың сол ояқ-бұяғында комсомолға келді. Содан комсомол болды, басқа қызметтер болды. Москваны да тындырды бұл кісі. Аржанды Украинаға. Олимпиадада тындырды 80. Украинаға не болды? Куратор болды. Украинада оны бар ғой ма? Красивый жаңа нелер. Бақытады ғой қазір. Олар смолый бар. Енді ішерсе қалмаған бұл кісі. Кейін осы біздің оңтүстік Қазақстанға келіп, үлкен қызметтер аудандардың басшы болды, әкім болды, облыстық әкімнің аппаратының басшысы болды. Кадр мәселесінің бәрін осы кісі шешіп тұратын уақыттарда болған. Осындай елге, халыққа аяусыз просто өзінің жаңағыдай қызмет жасаған кісі осы Әбекең. Айналайын Әбекең. Сіз вообще текті жерден шыққан азаматсыз. Мынау өзі мен естуім, қағаз жүзінде, газетке де шығып жатады, Түркістанда жүргенде. Бұл кісінің әке-шешесі үлкен кісілер болған. Үлкен, кәдімгі алаш азаматтарының арасында сондай қызметте жазып болды. Балалар, Құдайға шүкір, балалы шағалы болып, өскен ол кісілер, бірақ ертеректе айтып кеткен, Құдай иман саламатқа. Сондай жерден шыққан азамат. Текті жерден, текті туат дейді ғой, тектілік тұқым қуат. Міне Әбекеңнің тұқым болып жүргені, сол текті болып жүргені, сол әке-шешесінің арқасы деп ойлаймын. Ананың сүтімен, әкенің қанымен шыққан дүниеден осы елдің арасында бөлініп, жеке дара кәдімгі басшы болып шыққан азаматтардың бірі. Сондықтан айналайын, мына орден бұл бекер беріліп жатқан орден емес. Сіздің осы жерде жүргендеріңіз осы күнге дейін әлі қызметте болсын. Біз бәріміз ойбой деп көкірегімізді қағамыз ғой жаңағы әлгі
қоғамның бірден біз қоғамдық ашимыз. Бұл кісі официально государственная служба, минуя там, значит, стаж работы, жаңағы жасына қарамай, өз 73-ге келгенше жұмыс істеудеген оңай нәрсе емес қой. Осы қысқа ашқан ғой өзі. Сол мекеме осы қысқа ашқан. Вот сондықтан айналайын әбеке, мен сенімен қызметтес болғаныма өте қуанамын. Біз Түркістанда бірге қызметтес болдық. Түркістан ол уақытта жағдайы ауырлау болатын, қаражат аз болатын. Әлгі мен бізден бұрын жаңағы Троян, Рашид екеуі істеп кетті ғой, 2 жылдан 3 жылдан. Содан кейін бізге қалды, бізде ешқандай ешнәрсе жоқ, қаражат аз. Ол уақытта бір кішкене реставрационный мастерской деген болады. Соның төңірегінде әйтеуір музейді реставрировать етіп, ол кісі барлық промышленность болсын, не болсын, құрылысын барлығын көбейтеді райисполкомда, горисполкомда. Сөйтіп қызмет жасады. Мен өзім, мысалы үшін әбекеге, үлкен ризашылығымды білдірдім. Мен бірінші хатшы болып істедім. Ол бірінші хатшының аты, ол енді осындай қызметкерлер болмаса, бірінші хатшы ол енді істей алмайды, мен сіздерге айтайын. Ол қарамағындағы кісілер сондай өзін білетін, жұмысты білетін, адамдардың психологиясын білетін, адамдармен сөйлесе білетін кісілер ғана сол қарамағында болса, ол өте жеңіл болады. Хатшы болсын, басқа да басшыларға. Сондықтан мен өзім ризашылығымды білдіремін. Содан кейін енді мына нәрсені мен тапсыруым керек деп маған жүктеді мына жігіттер. Айналайын әбеке, президенттің қолыменен мынады алдыңыз. Құтты болсын. Міне енді жаңағыдай мына жігіттердің арасында мені жас үлкен деп неғып отыр ғой. Мен сізге с удовольствием, шын ниетіммен, шын көңіліммен сізге осыны орден тапсырамын. Оны енді өздерің білдіреді. Sıra salgır konda. Siz alalamaz. Şer kimge İsmail Bey'e işleriz. Ayıp mı okuyor? Sabah. Oğlanı maylan bakan koy, maylan bakana gelin takılmayalım. Олардың бәрі Bakalım sal gerek еді. қоймады деп жатыр, өзі кішкене көнейінде дейді. Vay keremet dara. Әбеке, қазір құтты болсын. Keremet dara. Бер қараңыз. Allah dara. Bana çıktı koymayadır, özü kadağladı. Konuşur. Енді штрафной төлейміздер кешіп береді. Енді құяқ. Тәртіпсіздер болмайды дейді. Орынбай ағамызға президентіміздің жарлығыменен болып жатқан парасат төс белгісін тағып алғаннан кейін бата бастан су аяқтан дейді, батаменен ел көгереді, жаңбырменен жер көгереді. Осы азаматтардың барлығына жұмысты болсын деп бата сұрайық деп отыр. Дастарханға бата беру үшін осы отырысты үлкен абыз атамыз Жексенбай ағамыз келіп отыр. Атамыз, осында оқыған азаматтардың барлығына осындай бүгінгі парасат ордені жұмысты болсын деп елдің азаматтарына абыз ақсақалымыз бата берсе рәке аумин деп. Жан ата рәке аумин. Дастарханды бастайық, онан кейін біраз қауым отыр, саяси тұлғалар отыр. Сол кісілердің сөзге. Бисмиллахиррахманиррахим. Ләкеумен бата болып жатыр. Жігіттер, тыңдаңыздар. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастайық. Барлық мақтау мен мадақ тек Аллаға atan. Ал адамзаттың ардақтар тұлғасы, мұсылмандардың көзінің нұры, табиғаттың гүлзары, екі дүниенің асыл тәжі соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламға Алланың сәлемімен егіле болсын. Осының қабатында қол жойып тілекке қатысып отырған баршаларыңыздың отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болып, бүгін мынау бәріміз құрметтеп отырған Абдулла бауырымыздың
алған марапатына қуанып тілекпен қатысып отырған барлықтарыңыздың тілектеріңізді Алла қабыл етіп, Абдулланың бели басса, отбасы аман, алдағы уақытта осы жақсылықтар ары қарай жалғасын тауып, қуаныштары көп болсын. Мұндай жақсылық әрқайсыларыңыздың отбасыларыңызға, әрқайсыңызға жұғысы болып, сіздердің де осындай жақсы күндеріңіз алда кездесе берсін. Елімізге Алла саулық берсін, елімізге тыныштық берсін, әлемде бейбітшілік болып, басымыз тек жақсылықта, қуанышта болуды Алла нәсіп етсін. Басқа қараңыздар жайлап жаныңызға жаңағы кімшіктер тағдыр құйылып қойсын. Тез дырылдатып құйып мен жібермеймін. Сондықтан айналайынның бегалы осыған өте мұқият болып деді. Ал енді арамыздағы қызметте болмаса тағы да бір басқа бір мына кенжекең сияқты үлкен бір сөз сұрап отырған азаматтар болатын болса, сіздердің рұқсаттарыңызды топтап, екшеулеп, реттеп берсем қарсы емессіздер ғой. Әрқайсысына бөлек беріп жатсам тағы да уақыт жетпейтін шығар. Енді мен осы алғашқы сөздің тобын Республика Ардагерлер кеңесінің алқа мүшесі, қоғам қайраткері Торғарай Бекет ағамыздан бастасам ба деп отырмын. Барлықтарыңыз білесіздер, сот саласында Қарағанды қағжарып бірнеше облыстар төрағалық жасап, жоғарғы соттар осы бүгінгі соңғы елімізге дейін әрбір юрист азаматтың тікелей ұстазы болған ағамыз бастаса, артынан Шымкент қаласының Ардагерлер кеңесінің төрағасы Кенже ағамызды. Бұл кісі Мырзашөл өңірінің өзінің негізін қалап, одан бірнеше аудандардың әкімі болып, облыстың құрметті азаматы, сол өзінде қызмет жасаған аудандардың құрметті азаматы Төлеубаев Кенжехан ағамызға келесі сөзді реттеп келтірсек, қорытындысы арнайы Москвада бірге болған 77 жылы, 78 жылы студент Тоқсыл Әбекеңнің қолында өскен кішкентай кезінен бозбала, бұйра шашты бидайың жігітке арақ ішуді үйреткен қайнысы мақсатты қосып отыр. Москва туралы бір ешқандай дерек берсін. Осы азаматтарға келесі сөз кезегінде тек қана отырмын. Бекет аға. Жоғары жақтан бел қарап отырдыңыз Әбеке. Сөз жасыл, көппендей көңілің болса адам асыл. Жақсылық, жамандықпен күреседі осындай шайқастарда өтер ғасыр деп. Талай жылдар бойы Қарағанды қағжарып әділдікпен күрескен Бекет Торғараев ағамыз бастап беріп отыр. Ал қабыл алыңыздар. Қымбатты замандастар, достар, әріптестер, қай-қайсыңыз болсаңыз да бәріміз бір-бірімізге қымбат адамбыз. Дүние мынау шолақ екен, адамдар бір-біріне қонақ екен деген қазақтың қарамайыр сөзі бар. Бүгін бар адам ертең жоқ болып жатады, ол табиғи нәрсе. Бірақ осындай торжественный, осындай салтанатты кеште ағымыздан жарылып, ақтарылып, пікір айтып, бір-бірімізді бұрынғыдан да тани білуіміз, таныса білуіміз керек. Бүгін Әбекеңнің өмір жолын барлықтарыңыз білесіздер. Оны сатылап, комсомолда болды, партияда болды жағдай. Мен бүгінгі сөзді Әбекеңнің, Абдулланың болмысына бұрғым келеді. Абдулла сондай қызметтерге бару үшін өзінің жаңа Орекең айтқандай тектілігі ата-бабадан алған ізгі қасиеттің арқасы болса керек. Біз оны жоққа шығармаймыз. Бірақ жақсыдан жақсы да туады, жаман да туады дегендей ата жолын қуған қасиетті азамат міне бүгін ортамызда көп жылдардың көлемінде ізгілікті қызмет атқарып, халыққа адал пейілменен тапса адал сөзін айтып, таппаса жайына жүрген жағдайы бар азаматтың бүгін үлкен орынға ие болғанына куәсі болып отырмыз. Парасат дегеннің өзі қазақтың тілінде, ай, генерал, әңгімені кейін айтарсың, мен сөйлеп отырғанда. Мынау парасат дегеннің өзі қазақтың тілінде үлкен нәрсе. Парасатты адам дейміз, парасатты тұлға дейміз. Ал енді орды медал көп, соның ішінде біздің ақылды азаматтарымыз жоғарыдағы парасат ордын енгізудің өзі үлкен нәрсе. Міне бүгін парасатты адамға парасатты ордын тапсырылып отыр. Әбекең шын мағынасындағы адал пейіл ақкөңіл парасатты. Міне бүгін ордын өзінің егесін тауып отыр. Бір таңғалатын нәрсе, Әбекеңді екі қаланың әкімі, Түркістан облысының әкімі, екеуі де парасат ордынына ұсынды.
Мұндай қос жерден ошақтасып қорытындысының кемде кем. Мына куам рәксі отырғының қасында. Ақылдасып парасат орнына қаланың әкімдігі осы кісінің парасат орнысы. Түркістан облысы Жәлеусін. Ошақтасып барғаннан кейін енді екі бірдей беру болмайды ғой енді. Парасат медалі. Сондықтан мінекей парасат орныңыз құтты болсын. Сізге келіп отырған абырой, атақ, мынау достардың, жолдастардың бәрін бірге жүрген үзеңгілес дейді. Осылардың бәрін басын қосып, шай беріп атсыз. Бұл да қуанышқа қосылатын үлкен нәрсе. Бақытты болыңыз, баянды болсын, тіршілігіңіз. Біз білеміз, құрметтейміз. Парасатты адамға парасатты адам жолдас болады. Әбекеңдіден жақсы білетінім, жаңа кім қай уақытта біледі, қан жігіт 74-те бері біледі екен. Енді одан аз білмеймін. Осында елімізге ардақты азамат, бәріміздің сыйлайтын Шақарбек Усманов деген кісі болды. Бүгінгі о дүниелік. Шақарбектен жаман сөз естімеген адамды көрген жоқпын мен өз басым. Сондай шәкінді ардақты азаматтың жанында жүріп, оң қанатында жүріп, жолдас болып, дос болып, ақылдасып жүріп, көп тірліктердің арқасында халыққа көлеңкесін түсіріп жүрді. Сондай көп азаматтың досы, жолдасы болған, тіпті алыс емес көршісі болған мен білсем, солай ма? Сондықтан да осының барлығы да айналып келгенде сіздің абыройыңызды көтеретін нәрселер. Ал енді бүгінгі осы орнымды тапсыру, мына өзіміздің ардақты абыз ағамыздың қолынан алу, ол да үлкен абырой. Бұл кісі осы орынға указға қол қойып отырған, жарлыққа қол қойған Қасымбек Кемелұлымен 10 жыл тізе біріктіріп бірге жұмыс істеген. Республиканың Сенаттың әлгі ардагерлер кеңесінің басында бастаушысы болып тұрған адам. Міне бүгін осының да бұйырып, орекең тағуының өзі бір Алланың өзі ұйқастырып тұрған тірлік сияқты. Сондықтан Ореке сізге рахмет. Соның бұйыртқанына ойламаған жерден деп атсыз, ойламағанымыз, бұрын ойластырғанбыз. Бұдан да бұлай талай адамға орын тапсырасыз, дайындалып жүріңіз. Мына бүгінгі жиында біраз адамдар отыр осында. Осындай парасат орын алған, басқа алған еліміздің ардақты азаматы, мына Әбекең отыр, мынау ауыл шаруашылығына ерен еңбек сіңірген медалімен атағымен құттықталып отыр. Құрметті атақ, жай медаль емес, құрметті атақ. Қайраткер атақ. Сол мына бірлесіп бұл дүниеден ақылы өткенше аты тіркеліп жүреді ол атақ. Сондықтан атақ алу оңай емес, сіздің де атағыңыз құтты болсын дейік енді. Сізде шақыратыңызды білеміз, айтып жүреміз. Қайнаған болғаннан кейін әзілдеп отырғаны ғой. Бірақ шын бұның. Ол жағынан ешқандай шын бар, азамат адамдар бар арамызда. Сондықтан ағайындар мынау, осы бір күн дүниеде сіз бізден артық ештеңе жоқ. Қызмет бабында қырқыстық, жақын жүрсек, шатыстық, алыс жүрсек, сағындық деген сияқты көп тірліктерді атқардық. Бүгінде бәріміздің басымыз қосылып, туған жердің төсінде еңбек етіп жатырмыз. Сондықтан осы аз күнде енді көбіміз шынын айтқанда, қазақшалап айтқанда базардан қайтып келе жатырған адамдармыз. Базарға баратын қалымжан інілеріміз отыр, мынау біздің осы жақсылығымызды есіп, ұрпаққа ұлағатты әңгіме айтып жүретін осы қалымжандар, жазбаның адамдары. Сондықтан да бүгінгі осы жиынға қатысып отырған кеше ғана өзінің 50 жылдығын атап өтті. Сондықтан біз мына ағалардың алқалы жиынысына қалымжанды қатыстырудың орынды деп есептейміз. Оны Әбекең де, Кенжекең де, мен де қолдадық. Сонымен қалекең мына 5 минутқа бөліп кеткеннен кейін іздеп шаш ұрып жатырмыз. Ал енді ағайындар, айтар сөз осы, басқа артық айтатын әңгіме жоқ. Әбекең шын мағынасында парасатты, жаны жайсаң, көңілі көркем, азамат. Ұзақ жашаңыз, жүзіп өтіңіз. Жүзіп өткеннен соң сонда да денсаулығы мықты болсын деген сөз ғой. Қалжырап бармай, жүзетіндей жағдайда бар. Біздің тілегіміз сол. Алайық сол үшін. Шымкент қаласының ардагер кеңесінің төрағасы Кенжекең балықтарымыз білесіздер. Қоян қолтық Әбекеңнен болса
десе білмейтінің бар ма десе. Білмейтініңіз бар ма одан қайда? Қайырлы күн. Қайырлы күн. Мына біреуі керемет. Қыстың бірінші күнінде мынандай дастархан басында әбекең дастархан жайып, өзінің жанұясында болып жатқан қуанышыман жолдастарымнан, араласып жүрген азаматтарымнан бөлісейін деген ниетпенен дастархан жазып отыр екен. Сол себепті әбеке бірінші ниетіңіз қабыл болсын. Ал енді сіз туралы Орекең, Бекет Тұрғараев өте жақсы айтты. Біз де соған қосыламыз. Шын мәнінде парасат ордені егесін тапты деп айтамыз. Нағыз өз көкірегіңізге жарасып қалды. Жаңа Бекет Тұрғараев айтпақшы, Шымкент қаласы, Түркістан облысы екі жақтан парасатқа ұсынып, жаңа айтып қалды ғой өмірдеріңізді, Абдулла Ахметовтың екі парасат ордені бар деп. Соған қарағанда біз Түркістанда Шымкенттен келген ғой дейміз. Біреу айтып қойды, жоқ өз жазып тұр өмірдеріңізді айттыңыз ғой. Ол енді ол өте қуанышты жағдай. Біз сізді бұрыннан бері комсомолда, бәріміз комсомолда істеп жүрген кездеріңізді жақсы білеміз. Сіздің адамгершілік қасиетіңізді, сіздің сыпайылығыңызды, сіздің кішіпейілдігіңізді, көпшілікпен қалай араласуды білетініңізді біз жақсы білеміз. Негізінде нағыз бүгінгі таңда еткен еңбектің нәтижесі, еткен еңбектің нанын жеп отқан жағдайыңыз бар. Мынау келіп отқан көкірегіңізде жайнап тұрған орден сол еңбектің нәтижесі деп бағалауымыз керек. Құда қаласа, енді өші тұрған азаматтардың бәрі ешкімде ойнап жүрген жоқ. Бәрі де лауазымды қызмет жасап, үлкен салалар басқарған азаматтар жүрген. Барлық азаматтардың осындай марапатқа лайықты азаматтар деп айтаймыз. Енді бірден бәрімізге бере қоймыз, кезек-кезекпенен бәрімізге кезек келер әбекенің кейін өзі алфавит бойынша Ахметовтен, Абдулла Ахметовтен адам басталды ғой тірліктің бәрі. Әбеке, құтты болсын. Құтты болсын. Сол алып отқан марапатыңыздың игілігін көріп, арамызда нағыз парасатты азамат болып, жоғары деңгейде жүре беруіңізге біз тілектеспіз. Біздің кейін әбекең Шымкент қалалық ардагер кеңесінің белсенді азаматтың бірі, тұрақты комиссияның төрағасы. Кәдімгі әлеуметтік сала бойынша, әлеуметтік салада қандай қызмет жасап, әлеуметтік саланың нәзік жерлерін бәрін білетін болса, қазір ардагерлерге де сол жағынан қамқоршы болып, тұрақты комиссияда мәселені қарап, жағдайын жасап отқан азаматтың бірі деп айтсақ болады әбеке. Сол себепте бәрі құтты бола берсін. Ал енді арамыздағы әбекең дос болып ағамыз. Жақында кеше ауыл шаруашылық қызметкерлер күні. Ауыл шаруашылық қызметкерлерінің қайраткері, еңбексінген қайраткері деген төс белгісімен марапатталып отыр. Ол кісіге де бұрыннан тағып келген екен, енді қайтадан тақпай қойып. Өзінің дастарханы бар ғой. Ол енді біреу дүшпар қандай. Біреу дүшпар деймін. Бұл кісі жылдағы дәстүрлі бойынша жаңа жыл дастарханы бар. Оған қоспаймыз оны. Оған қоспаймыз. Біздің бажа, о баста. Бірден келісіп аяқты отырып қой, қалай болар екен. Бүгін күн тәртібі әбеке. Сол туралы айтсам. Жоқ, әбек келісіп аяқты отырмыз ғой. Енді жақсылық жақсы ғой әбеке. Құтты болсын. Құтты болсын. Біз сіз оған ауыл шаруашылық саласынан еңбек сіңген еңбегіңіз бар, лайықты азаматсыз. Біз ол сізге сондай атақ беретін, тапсырмай тұрып, айтпай тұрып, бірінші құттықтаған әбекеңді. Әбеке осындай аласыз? Рас. Құда қаласа алдында құтты бола берсін деп ол. Енді арамыздағы әріптесіміз кім? Шалабай мырза. Исмаил Бекті осындай парасат орденін алып, Орекең қолынан өткенде қағып жатыр. Бұл да лайықты азамат. Бұл кісі тем более республикаға алып, республикалық ардагерлер кеңесінің төрағасының қолынан алып келді. Біздің қайындар сондай ғой. Сондай Байланыс керек олар. Сол себепті ол кісіге құтты болсын. Енді бүгін денсаулығына байланысты арамызда болмай сәл емделіп жатыр. Осылай айтпай шерім қолып ағамыз. Ол кісі де биыл кешегі республика күнінде республика сіңген қайраткер ме? Еңбек сіңген қайраткер. Республика еңбек сіңген қайраткер деген атақ алды. Оны үлкен атағы да, лауазымы да.
Сол жерде ол кісіге де сәлем айтасыз. Деңізге. Сөз болып келейін деп тұр ғой. Иә, құтты болсын деп айтқымыз келеді, әбеке. Барлық жақсылық бола берсін, әрқашанда сіздің осы жолды болған азаматтарға жұмысты болсын деп айтқымыз келеді. Ал енді сонымен қатар, мен кеше 20-21-22 күндер Қызылордада Республикалық ардагерлер кеңесінің үлкен семинар кеңесі болды. Сол семинар кеңеске байланысты екі үлкен тойға қатыса қалдым. Біреу генерал Сұлтановтың 80 жылдығы, екіншісінде Ғалымжан бауырымның 22 күні 50-ге толып үлкен шығармашылық жолында жүрген жолдарына кітап жасап, соның тұсаукесеріне бәріне шақырған ек, соның бәріне қатыса қалдым. Айыпты болдық. Соған байланысты Ғалымжаннан кешірім сұрап, әбекеңе айтып, Ғалекеңді шақырыңыз. Біз осы жерде Ғалекеңді құттықтайық. Бәріміздің еліміз болды. Соған байланысты Ғалымжан бақтарыңыз білесіздер. Жас кезінен арамызда Жас Алғашқынға меншік тілшісі, оған дейін басқа газеттердің басқасында жүріп, қазір Егеменді Қазақстан Республиканың нөмір 1 газетінің біздің өңірлер бойынша меншік тілшісі. Ғалымжанның тарапынан ешқандай бір теріс бір мақала жазып, біреуге орынсыз тиісіп, басқа бір орынсыз сын материалдарын шығып жатқанын мен көрген емеспін. Ескен де емес. Не бір блогерлер, не бір журналистер жүр ғой, мысалы. Есетерікке тимесе бұтаққа бүйірден соғып жүргендер көп ол. Ғалымжан ондай емес. Біз сол себепті Ғалымжан айналайын. Бәрі осы жерде отқан ардагерлер қауымының атынан. Сен 50-ің құтты болсын. 50 деген жарты жол дейміз, жарты жолға жеткен жоқсың. Жарты жолға жеткен жоқсың. Жаңағы сіз әлі барасыздар. Базарға барасыз деп атты ғой. Сол себепті сол базардың төрінен көріне берейін. Денсаулығы мықты бол, осы ағаларың сияқты үлкен арамызда жүретін қайраткер бол, біздің арамызға қосыла бер. Құда қаласа, саған денсаулық тілейміз. Мен арнайы өткенде бермей алған. Адресатым бар, шапаным бар. Әбеке кешірім сұраймыз. Қазақта айтады ғой, жолы болған жерден жеңге шығара алдым. Елуге деген адресат, Ғалеке, ардагерлердің атынан біздің қадамымызды басып, өкшемізді өкшелеп келе бер. Бәрі жерден жазылады. Арқасына жау берді. Әлі бала екен, кішкентай ғана бала екен, бәрі Фирменный. Фирменный. Мынау көкі атың. Білетін үлкен журналист. Сондықтан болған шапанды бұл жапсын, ал енді жазбаның адамына ұлтымыздың ұлттық пантеон деген кітап шыққан. Қазақ мұнайгаздан. Мұнда 125 ұлтымыздың ұлыларының өмір тарихы, соның істеген әрекет жасалған. Бұл өз тарих. Сондықтан осын сізге тапсыруға рұқсат етемін. Аудитория бір көрсетіп қойсаңызшы кітап. Міне. Керемет кітап бұл. Қазмұнайгаз шығарған, бәрің білесіңдер, Жақсыбек Құлекеев деген азамат білесіздер, соның авторлығымен шығарылған. Биыл шықты. Осы, міне жақында. Ал енді біз Шыңғысхансыз өмір сүре алмаймыз. Бүкіл адамзат Шыңғысханды біледі. Міне Мирза Ұлықбек деген әлемге белгілі Ақсақ Темірдің немересінің төрт ұлыстың тарихы деген кітабы жуырда шыққан, мінекей мынау тұр. Бұл енді бүкіл тартыс талас болып жүрген Шыңғысханның төрт баласының нағыз орнына қойған ұлы Ұлықбектің шығармасы. Соны тапсырамыз. Ал енді қазақтың басынан не өтпеген? Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлам өткен. Қазақ жер бетінде қалама қалмай ма дегенде ұлы бабаларымыз ордабасыда жиын өткізіп, қазақтың басы бірікпесе, шетінен ала берген ғой, Жетісуды алғанда арқа тыныш жатқан, Сарыарқа тыныш жатқан, шетінен тұншықтырып ала берген. Сол ұлы бабаларымыз ордабасыда бәрін жинап, қазақтың басын біріктіргеннен кейін барып, қалмақтың қанша күші болса да қуып шыққан. Олар мылтықпен, қарумен шыққан, біз найзамен. Соған Қожаберген жыраудың 300 жылдығы, Елмай дастанының. Бүкіл қазақтың тарихы, шежіресі осының ішінде тұр. Осыны тапсырамыз. О, керемет. Тағы бар ма береді? Мына кішкене қолайсыздық, ыңғайсыздық болып жатсам, бірінші кезекте кешірім сұраймын. Бірақ мына үш бірдей ағам кел деп
шақырған соң сөздерін жерге тастай алмай, Абдулла ағам, Бекет ағам, Кенжехан ағам осында ортаға кел деп қайта-қайта айтқан соң, жоқ, бара алмайын деп айтуға тіл бармады. Аман болыңыздар, жолдарыңызды берсін, дендеріңіз сау болсын. Ой, Орынбай көкен бастаған ағалар енді Орынбай көкенмен Төле би ауданында жүріп, Төле би туында жұмыс істеп жүріп, көкемнің барлық еңбек жолында қасында жүгіріп жүріп, көкен туралы талай мақала жазғанбыз. Бәріңізді жеке-жеке білем. Аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Әбеке, мына марапатыңыз құтты болсын. Бұдан да жоғары наградаларға лайықсыз. Деніңіз сау болсын. Бүгін енді сонша елдің алдына өзіңіздің себепкерлігіңізбен келіп қалдық. Деніңіз сау, басыңыз аман болсын. Жақсы отырыңыздар, аман болыңыздар. Алып қойыңыздар. Когда я поступил в Москве в 1977 году в институт, как раз Абеке приехал в ЦК ВЛКСМ работать. И почти целый год мне повезло, сестра, Жезде вместе. Я каждую субботу, воскресенье практически у них проводил. С детьми гулял. Жили на 9-м, по-моему, этаже, на 15-м этаже на Поликарпова. Значит, все эти половики вытряхал, там ходил. Но Абеке был демократичный, такой. Все время ездил он в Западную Украину. И дома всегда гости бывали. И мне как 18 лет исполнилось, я на первом курсе еще, он мне стал это... Наливать. Айжан ругалась страшно, но он говорит, все, уже совершеннолетний, а я не отказывался. Так что, ну, жалко тогда, что быстро уехал из Москвы, как раз первый секретарь обкома стал Южно-Казахстанской области. А потом уже, когда началась развал Союза, перестройка, я бизнесом занялся, сюда приезжал. И со многими друзьями своими Абеке меня познакомил. Я очень много у него научился. Он авторитетный был. А с Шаке мы познакомились и подружились как-то, наверное, в 92-м году. Абеке звонит, еще тогда и не сотовый телефон не было, что домой. Говорит, ну я с одним уважаемым человеком приезжаю, 2-3 дня, короче, будешь нас сопровождать, ухаживать. Халатай Турусов, министр спорта. Да. Абеке тогда этот спорткомитет возглавлял. И приезжают они Шаке. А я думаю, что тогда это? Там иномарки нет, машины нет, все проблема. Волгой не удивишь. Еще с Волгой проблем было. А там был знакомый, работал на Казахфильме. И у них была чайка. И я договорился там и встречаю их в аэропорту на чайке. Тогда это было что-то такое. Вот 3 дня ездил, сопровождал их все время на чайке с утра до вечера. После этого с Шаке подружились. И, ну, Абеке и после развала Союза нашел свое место. Мы и бизнесом вместе с ним занимались, но он все-таки человек государственный и занимал всякие достаточно ответственные посты и, в разных областях деятельности. И то, что он незаурядный человек, я думаю, вот даже почти 10 лет после пенсии его не отпускали со службы. Хотя сейчас на госслужбе жестко же, вот на пенсии как исполнилось, сразу увольняют практически. Ну, Абеке, я тебе желаю, чтобы здоровье у тебя в первую очередь было крепкое, ты еще в полном расцвете сил, чтобы у тебя все было хорошо, дети и внуки только радовали. Давайте за Абеке. Мына жерде Беке, Ораке, мына қайным ғой енді, Айжанның інісі. Ал Москвада біз 3 бөлмелі Кремлевскийден квартира алдық. Бұл физтекте оқиды. Сол келгеннен кейін бұның барлық тірлігі үйде шешем берген киіз бар. Здоровый
кигізді қағаз бұрқырады. Жұрттың бәрі қарайды, атымның моңы жарылып жатыр ма деп. Сосын кешке таман шай ішеміз ғой. Шай ішкеннен кейін мен де арақ бар, анау бар, мынау бар қойып қоямын. Сосын мынаған айтамын мен. Қайсысын деймін? Бүйтіп көрсетеді. Қолымен 18 жасар ғой. Ана арақты көрсетеді. Арақты құйып беремін. Сөйтсе Айжан айтады ғой. Мынаны алкоголь қыласың ба, не қыласың деп айтады. Бұл уже мен айтамын, бұл мектепте жүргенде шығып қойған ғой бұл. Сондай қайынам, қазір жағдайы жақсы, Қазақстанда 5 айлық арық болса, соның біреуі аман есен болсын. Дұрыс. Мына осы келіп естіп, соның үшін бөліп жатыр. Жас күннен рахмет саған. Давай-ка алайық. Ал азаматтар алайық.
Басқа бір бата сұрап алсақ. Рахмет Махмұт. Тәңір жарылқасын, бақыт қарасын, қыдырдарын, дастархан әруақта жақсылыққа, қуанышқа жайылсын. Алла баршамызға амандық беріп, осындай қуанышта да бас қосуды нәсіп етсін. Кеспес безіңші, ұрығы. Кеспес безіңші. Меня послал главный свой. Егеменді еліміздің табиғатымызды қамқорлық жасайтын болса, еліміз көгеріп өсіп өледі деген ниет қой енді. Ал енді өздеріңіз білесіздер, Шардара ауданының құрметті азаматы, Оңтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы, талай жылдар бойы бұл кісінің бір теледидардан берген бір керемет сұхбаты бар. Құдай бұйыртса бүгін бір жақсылап ұйықтайыншы деп, бұйыртса да бұйыртпаса сол күні өрт болып, шешесі айтқан ғой, Құдай бұйыртса деп айтты. Түніменен ұйықтамай келіп, телевизордан сұхбатын көріп, таңғалған жерім бар. Аға, өзіңіз бастасаңыз, сіздің артыңыздан бір топ елдің саяси тұлғалары тұр. Мына жерде ағасы болып келген Алданазар ағамыз тұр. Кешегі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген құрметті құрылысшы өнеркәсіп индустрия саласының негізгі құрылтайшысы болған азаматтарымыз. Онан кейін Әбілқасым Досболов ағамыз келіп отыр, оны бүкіл ел біледі. Шәріптек ағамыз келіп отыр, онан кейін Субар жерде өмір бар. Анарбек Орманов ағамыз келіп отыр. Осы төрт ағамызға бірдей үлкен табақтың алдында берсем, онан кейін Әбеке осы кісілерменен қатарласып, менің де бір айтар сөзім бар деп жағаласып тұр. Әбеке, соңынан сөйлемейсіз бе десем, жоқ, қазір сөйлеуім керек, шабыт енді келді дейді. Онда дауыстақан ба дұрыс бұл? Онда дауыстақан ба? Әбеке, дауыстақаннан келіп, мына кісілердің сөзінен кейін. Babası söylemeyin. Çeke бастаңыз. Біздің қайран бабалардан сөз артылмаған ғой. Соның бір жерінде бабалар айтады, соны аз отырып көпсін айт дейді. Жақсылап ет салынды. Мына жалдан дүниеде бәрімізді қонақ Әбекеңмен бүгінгі отырған қызметтесін жүргеннен кейін өмірде қарап, ақылап, артымыздан келгендерін аяға қалай екен деп жүргенде бір керемет жақсы ойлар, жақсы пиғылдар, пейілдер өте көпшіліктерді дейшкен Әбекеңнің орнында керемет бір биязылық бар, керемет бір қасылық бар, керемет бір сөз тыңдай алатын, сөз тыңдаған сөздің бұлай кейде бір астарлап болсын, кейде тікелеп болсын, жайсыздау кетіп жерлер болса байқамай қалғандай болып, жақсы жерлері болса жүзінен от жанып, көзі күлімдеп, саған демесе де сондай бір құштарлықпен отыратын сондай бір жақсы қасиеттер бар. Соның арқасында осы бірділай дүниеге кеп қалдық қой бізде қазақша айтқан кезде. Сол қатар жүрген жігіттердің ішінен бірде бір жігіттен Әбекең туралы теріс әңгіме есімде Әбеке. Оған мен қуанып жүремін. Біздің қатар жүрген замандас інілеріміздің артынан сөз бермей, қай жерде қызмет бабынан болсын, жолдастардың арасынан болсын деп. Тағы бір жақсы қасиеті бұл кісінің. Менің байқауымша, Мәскеу, Алматыдан бастап кез келген жерде жақсы сыйласатын, жақсы сенімді достары көп. Бұл дегендегі кез келген адамның қолынан келмейтін, кез келген адамның пешенесіне жүрмейтін, кез келген адам олай сақтай алмайтын сондай бір жақсы қасиет. Нағыз қазақи қасиет. Қазақтың бір жақсы көрінісі. Осындай қорыта айтқан кезде қазақ қандай десе, қазақ мынандай болады деп Әбекең көрсетіп ұстап, бір сағатта сұхбаттасқан адам қазақтың халық екен болды. Оны да, ойы да, зерделігі де,
өзіне өзі жарасып тұратын бәрін білетін бір мықты қолтекін ғой деген ұлттық қорғау шартын жазылған. Әбеке Алла тағала ұзақ ғұмыр берсін. Мына бала шағаңыздың, жан-жаныңыздың қызығын көріп бір жаста қартайып, өзіңіздің жүріс-тұрысыңыздың ұрпақтарға, қазақтың болашақтарына өнеге болып, әрбір сөзіңіз өсиет болып, сүйкімді қазақша күнімізде бақытты өмір сүре беруіңізге тілектестігіміз бар. Амандықта болайық, жақсылықта болайық. Құрметті ағдастарымға жиналған азаматтар, енді шында да бір ерекше таза көңілмен еппен Нәбекеңнің қуанышына ет айтуға жиналып отырмыз. Жақсы айтылып жатыр. Мен енді кішкентай бір тарихи қозғап жіберсем деймін, мүмкіншілік берсеңіздер. Өткен ғасырдың 60 жылдардың соңына таман мен Алматыдан политехнический институт осында направо роддоммен келіп, Шымкент промстрой дейтін атақты треске Союзда 10 мың конкретін қызметке келіп бастаған кезінде 5 мың адам ішінде бір 2-3 қазақ жігіті бар екен. Бәрі келіп Днепропетровскіден, Саратовтан, жан-жақтан жібереді, бірақ жері ішінде алмайды. Сонда бір бізде 22 подразделение болатын, соның 15-і строительный управлениелер келеді. Сонда начальник участка болып, Ахмет Мұзафар дейтін азамат жұмыс істейді екен. Енді бізге де танысып қой енді. Жас кадрымыз жаңадан келіп жатқанымыз. Өзіңнің жерінде, өзіңнің жерінде бәрі сырттан келгендер жолдамамен бәрі сілсіп кеткен. Соның ішінде бір айналдырған өндірісте бір қазақ жігіт партияда айдап келіп деген бір жігіт комсомол болып істейді екен. Жұмамұрат дейтін жігіт профсоюздың көмекшісі екен. Әйелі кейін Рашида деген келіншегі ona электронный директор болып істеді, білетіндер болса магазиннің. Сонда бүкіл престе жалғыз Абдулла әкім Мұзафар жарықтық. Начальник учаскеге кейіннен бір 2 управление құрылып, соның біреу заводстрой деген соның ең бірінші басшысы болып, начальник управление болып соғысты. Алматы бекітті. Шамал уақыттан кейін араластық, жақсы дос болып, аға болып, іні болып, замандас болып, сырлас болып жүрдік. Апаның әңгімесін тыңдадық. Сыртымыздан апа да бізге оценка беріп, жас кезіміз ғой, кездесеміз, әңгімелесеміз. Сөйтіп жүрдік. Сөйтіп жүргенде мен де қызмет сатысына көтеріліп, жастай сол трестің өндіріс бөлімін басқардым. Сол арада жүргенде Мұзафар қайтыс болып кетті жарықтық. Жастай қайтыс болмаса адымды алғыр бұл кісілердің негізі мықты екен. Қайтыс болып кетті, мен сол кісінің орнына заводстрой управлениесіне басшы болып тағайындалдым Алматыдан. Кейіннен тресті басқардық қой енді ол өз алдына әңгіме бөлек. Сонда менің байқағаным бұл кісілердің неге алыстан бастап отырып діңгектері мықты екен. Енді ертерек отыршыққа көшкен болу керек, Түркістандай қалада тұрып. Кегі, шырша, дәу, бірнеше жылға кеткен тұтасырдан ағашы. Ағалары бар. Мұзекені сол жүрген кезде, ол кезде машина алу қиын екен. Москвадан арнайы Минтежстройдың қаулысымен енді ақшасын төлейсің ғой, бірақ қара Волга машинесін жіберді. Ең бірінші ағасы Ибадулла ма? Жұмағали. Жұмекен сол машинені мінді. Қара Волга. Еш жерде жоқ. Москвадан келген Телевой Абдуллаға ағасы жаниясы қойды, бәрі алып, соны мініп арасында әуесінде Мұзекеңде мінеді. Сонда қызмет істеп жүрген кезде бұл кім? Абдулла бір ғалым сайысымен стройды істеді. Дұрыс па? Kedен кейін комсомолға ауыса бастады. Көрдіңіз ба, менде бір талай әңгімені шет айталады екенмін. Комсомолда жүрген кезде Москваға кетті.
Ол кісінің қуанышы керемет болып жүрді. Осы мына кісінің копиясы қандай? Ағасына өте ұсаған, 105% ұсаған. Тура осындай президент бет-әлпетте бәрі. Өздерінің ұстанымдары мықты екен, қария күші болған ғой, өткенде астына жиналдық, сонда айтылды. Түркістанда керемет айтылды сонда. Бұл енді ол бірінші сериал кино түсіруге болады сияқты. Ініңіз анау кинода ғой, сол түсіруге болады. Сонда өте мақтанатын. Менің осындай інім бар, мен көрмеген кезіміз, бірақ кеткеспіз. Апа бар үйде, площадьтың қасында тұрады, тура іргесінде. Әр парадта өтеміз, қайтарда сол үйге соғамыз. Ағамыздың үйіне, біз әкеліміз. Сөйтіп жүрдік. Сөйтіп ол кісіне қайсы болып кетті, кейін араластық мінекей. Сол келіп облысқа келіп комсомолдың басшысы болды. Сөйтіп жүргенде маған өтініш айтты, басын қаратайық деп, қарауылға не қылайық деп. Басына граниттен ескерткіш соқтық, солай ма? Түркістанда жолдың бойында соғып бәрін істеп. Бірақ кейін сіз білесіз, бір адам ізімізге түсіп алып бәле болды. Заман солай ғой өзі. Народный контроль дейді, басқа дейді. Бірақ өткен сайын тоғақып тұрамыз. Мен енді әмекең менің інімдей. Көрген жерде аға дейді, Албеке дейді. Еш уақытта алдымнан өткен емес. Рет жерінде хабарласам, Айжан Екібастан. Мінекей, тектеспіз қанша жылдан бері. Сыйлаймыз барлық жағынан. Демалуға да тура келді. Шақарбек ақсақалы бар. Әбекең бармыз. Турскабиде барған кездеріміз болады. Бірақ барған кезде таба алмай қаламыз әбеке. Қан жігіттің айтып отқанның шаруасы бар, шамасы бар. Соған жоқ болып кетеді. Бірақ енді Айжанды алып кетер ме білмеймін әйтеуір. Келесі 2-3 күннен кейін. Қаяқта. Иван Фраковский бардым, Аржана бардым. Кейбір ағаларымыз бір шетелге барғанда кәмпит шашып жүретін мені ұрпақтарым жүрген шығар десін. Көп сөйтіп жүрмем білмеймін. Құдайға шүкір. Әзіл ғой. Сөйтіп бояқты да қадірлі екен. Іздеп келіп жатқан адамдарды көрдік. Бүкіл Закарпатия карпинелерде. Сенің мынау жас жігіттер айтты. Бекенді керемет айтты. Парасатты адамға парасат жарасымды деді. Шында да жарасымды құтты болсын. Елдің алдында абыройлы азаматсыз. Жақсы жанұяның иесісіз. Құрметтейді халықтың бәрі. Біз құрметтейміз сізді. Алдыңызда келе жатқанмен, жанымызда өкшемізді басып келе жатқан ағалар қолымыздан серік артқан сенде елдеріміз бола берсін әбеке. Құдай қуат берсін. Бәріңізге жақсылық тілеймін. Мықты болса, киіз қазір жерге бермейді. Осы облыстың талай мәслихатын басқарып, талай біз сияқты азаматтарды тәрбиелеп, кеше мынау сонау елордада президенттің қолынан өзіңізден да төс белгі алып, бүгінгі марапаттың иегерінің бірі болып отырсаға, осыны әбекең арнайы бүгін осы жерде айту міндет, оны айтпасақ тағы болмайды, еңбегі сіңген тұлға, саяси тұлға деп сізді арнайы бөліп отыр. Әбекең дастарханда әбекең туралы айтайық. Әбекең осыны айтуды бұйырды. Беке, мен өте қуаныштымын. Сіздің қуанышыңызбен бірге өзім алғандай қуанымын. Себебі сіз досымсыз. 45 жылдан бері, 50 жылдан бері сіз біздесіп, отбасым араласып жүрген азаматпыз. Мынау сіз істеген қай қызметте болмасын, ең ауыр сала ол әлеуметтік еңбек басқармасы, бүкіл басқарманың ішінде. Сіз халықпенен, мүмкіншілігі шектеулі адамдармен жұмыс істедіңіз. Солардың көбіне шықтыңыз, соларға қол үшін көмек бердіңіз, қолдадыңыз сондай адамдар. Сол адамдардың сауабы шығар, сізге деген алғысы шығар. Мынау көп жылғы еңбегіңіз бағаланып, мемлекет басшысының қаулысымен мынандай парасат алғаныңыз құтты болсын деген келеді. Сіз енді таза адал еңбегіңізді алып отырсыз. Жаңа айтып отырған Кенжекең 2 облыс ұсынды деп. Ол әркімге бұйыра бермейді. Бірақ жеті уақытта кеш емесін, еште кеш жақсы дейді ғой, мінекей алып отырсыз. Өте қуаныш, бұл мотивация, күш береді сізге. Бірақ енді жерде айтатыным, осының бәрі кімнің арқасы? Айжан. Айжан болмаса, Айжан сізді қолдамаса, Айжан бола ма? Бұл тек дәулеттен үйленген азамат. Айжан. Айжанның сіңлісі Бота бар. Әкшімді білесің.
Ота Ержаны генерал жасады. Мен генерал жасаймын деп жүріп, баяғы Түркпорда тұрғаннан ақыр генерал жасады. Ал сізді мінекей парасат қыламын деп парасат орын алдыңыз. Айналайын айжаменен қосағарыңыз. Жаңа осында Ильяс баламыз жүр. Сол баламызға жұғысты болсын. Айтады ғой, балаңыз сізден озып кетсін. Қайта, бұдан да жоғары қызметтен де, бұлай марапаттан да бәрінен де. Осы отырған бәрінің жақсы тілек айтып жатыр. Ағамыздан бастап батасын беріп жатыр. Сол бата қабыл болсын. Отбасыңызға амандық тілеймін, денсаулық тілеймін. Ұзақ ғұмыр жасаңыз, қосағыңмен қосағарыңыз. Әрқашан сіздің отбасыңыз осы қуанышта бірге қуанышты бөлісуге Алла бәрімізге нәсіп етсін. Рахмет. Рахмет, Әбілқасым. Хан қасында биақылшы болса, қара жерден кеме жүргізеді дейді. Осында керемет сөзді айтып, жаңағы Айжан апамызды, Ботан апамызды айтып отқан аманаттарымыз байқаласы жетіп болатын шығар. Осындай азаматтардың арқасында елдер қандай да бір мықты еркектің артында ауыз ақылды ана тұрады деп жақсы айттыңыз. Енді қасымызда отырған ағанекең осы шаһардың бір емес бірнеше дүркін әкім болды, министерствода күн шаруашылығында біртіндей қызмет жасады, су бар жерде тірлік бар дейді. Тамақсыз өмір сүруге болады, сусыз өмір сүруге болмайды. Соның қатарынан әкімге құрметіңіз бар, саяси тұлғасыз. Арнайы шақырып отырмыз. Иә. Әбеке, мынау Адалбектің мынау жемісі президенттің қолынан орнынан құтты болсын. Жалғасы болсын. Жаныңызда жақсы көп болсын. Алла ұзақ өмір беріп, әйтеуір елдегі абыройыңыз биік бола берсін. Соған тілектеспін. Талқан басында отырған азаматтардың бәрінен Алла Тағала сіздерге екі күннің абыройын берсін. Шәпбек аға, өзіңізді Әбеке, осы топтың ішінде Шәкеңнен кейін мен де бір қорытындылаймын. Осында бір азамат, егеменді елімізді кәсібіне үлкен үлес қосқан бұл тұлғаның орны бөліп, осы жігіттен кейін мен шабақтың тұрып, мен 100 граммын әкеліп сіздің соғыстырып шөлде отыр. Не дейсіз оған? Ол біз сөйлесек бастайын тұрып тұрады ғой. Келесі кезең өзіңіз жақсартып қорытындылап, шегесін қатсаңыз сынықтар. Үлкен топтың алдында артын беріп отыр азаматтарымыз. Әбеке аға сол парасатты тапсырған күннен бастап бірге болдық қой, куә болдық. Құтты болсын. Енді қандай жаңағы ағалардың айтқан сөздері, жаңағы зиялы азаматтардың айтқан сөздің бәрі әуелі Құдай, періште әумин деп, оның бәрі бойыңызда бір азаматсыз. Бізде енді 20 жыл көрем болып қалды ғой, білетімізге бір-бірімізден. Құдайға шүкір, үлкен азаматсыз. Жаңағы ол мен қайнағам. Не бір кірім-мұрымнан өткеніміз десеңші? Бұл кісілер маған неге жетпеді бұл. Мына Әбеке, мына отырған Құлекең, мына отырған Қанжығет, әбден осылардың жаңағы шапқан көтеріп жүрдің ғой мен жаңағы. Дамы көрген жетіп қой сендер olsun. Бірақ кей кезде менсінбейсің ғой, жаңағы басқасын бәрін арман. Сондықтан Әбеке құтты болсын. Денің сау болсын. Жаңа айтқан сөздер қосыламыз. Құдай осы абыройдың білген бұл. Құдай берген балапандар қызын көріп, осы абыройдың үлкен биігінде жүре беріңдер. Мына бүгін арнайы дастархан жайып, жұрттың басын болсын. Жүрегіңіз жарылып, қуанып жатсыз. Бәріміз де қуанамыз. Өткенде жаңағы келіп жиында отырдық. Бүгін түсі мәсінде өзіміз алғандай болып отырдық жаңағы. Қуандық. Өзі еңбегі бар адам болады ғой жаңағы. Сол еңбегі бар адамның біреуі өзіңізсіз. Енді ананы ауыстырайын, жаңағы мынандай қалып келсей жаңағы шет нәрсенді. Жоғыз ғой шетін? Шеті ғой емес қой. Білем ғой жаңағы. Мен сізге аритті сізсіз ғой мен жаңағы. Сіз айтқасын бірден еке бірміз ғой. Бұл айтып отырмын ғой жаңағы. Берсей мынандай бар ма жоқ па? Жоқ болса мен мәшин артында бар. Әбеке екеспейді. Енді ол. Не анау? Сендер көйтіп қойған. Бұланда ішіп өтсі ғой? Жоқ, қара. Бопты. Екетпейді Әбеке. Қарсы емессіздер ма? Қарсы емессіз ба? Қоғам қайраткері Шәкеңнің айтқанын аламыз. Бірталай жылдар бойы қамқорлық қоғамға. Алыңыздар енді тұздан
Kendinize sağlık. Қоғамдық кеңесті басқарды. Шәкеңені бүгін жақсылап қорытындылап жасап сөйле енді. Tanglarda жақсы соны ойнайды. Ал жаңағы кісілерден кейін. Ертең атқан шамайды ма? Мына 80-ға бір ретіген айтайын деп отырмын да. Осы анда жасым 75-76-ға кетті ғой. Мен Шақарбек Османович ағамменен көп араластым. Аға не болды, жек жат болды. Мына орекендер енді куә ғой. Сол енді той жиыны, ыстық суығы болады әрмесені. Соның басқасында боламын. Сосын жаңағы інісіндей жүгіріп нағылам. Енді ол жерде Шәкен кіші жүздің адамы аты ғой. Осы ол жерде ол кісінің несінде бек ең жиналады. Ол жерде отырған Алдекең бар. Барлық осы кіші жүзге қатысы бар азаматтардың бәрін нағылады. Сол бір күн маған айтады. Ой, Әбеке білмей жүр екенбіз. Siz kişi yüzü kes koydu. Şakir mi? Çok basalı. Ana kişiye benim nağan eken enesinde жүгірем ғой. Үйіне келсе қолда су құямын. Жаңа Шәкең маған сеніп кеткен. Басқасын нағмайды. Біледі Әбекең дейді де отырады. Оған да тәуба деймін.
Енді бір күні мына отырған Жеңісбек Тұрғанов, менің досым. Бұл ұлы жүздің жігіті. Осы жерде біраз ұлы жүздің жігіттері бар. Мына Орекең бар. Мына осы жерде отыр ғой. Иә, мына Әбекең бар. Кәс. Бөлінбейік та. Кәс тоқтат. Бәрі біріктірем айналып. Исмайылбек бар, анау Шәріпбек бар, Ерқуат, Мелдебек, анау Асекең барлығы, бұлардың барлығы жаңағы осы жаған кезде мына кім Жақанның барлық мероприятиясында құда жей жатыр, менің құда жей жатыр бар, тойымыз бар, ортасында жүреді. Бұл да тур менің інімдей, жаңағы бұны інім дейтім. Ана марқұм Мұхит, біз үшеуміз бірге жүрдік. Әлиев. Иә, Жақан лесхоздың бастығы жылда 20 жыл, по-моему. 20 жыл. 30 жыл болса. Иә, 20 жыл. Әр январдың 1-2 күні біз тауға барамыз. 20 жыл. Сөйтіп бұл кісі ұйымдастырады. Сөйтеді кім бәрі сұраса, ана кім Мұхиттың айтатыны ғой. Е, маған тимеңдер. Жаңа кім барады десе, менің көкемнің көкесі бар дейтін көрінеді. Оның көкесі бұл, бұның көкесі мен. Қалай дейтін көрінеді? Ей, сендердің месінде осы көкесі. Сөйтіп анау мына той болады, жиын болады, жағын ағылады. Сосын жұрттың бәрі сулап маған айтады. Сен ол жүздегесің ғой? Оған да тәуба. Міне осы заман өтіп атыр ортасындамыз. Енді осы жерде отырған жігіттер отыр. Мына 80 аға, сіз енді жаңа айтқан Шақарбек Османовтың енді ауылынансыз ғой. Шәкең, біз комсомолдың жаңа көйлегін кигенбіз. Сізге аға іні болып жүргенімізге біраз болды. Осы сізде қазір бізде міне уже 100-деген қазір осыдан кейін кетеді. Ал енді орта жүз дейді, бізде біреу айтады, қай жүз? Біз баяғыда комсомолда істегенде ұру дегенде білмеппіз. Мына қан жігіт отыр, ана Олықпан отыр. Мен енді кішкентай басшысы болдым. Бұл сұраған емеспіз. Кеше мына кімнің Қанекеңнің тойында сөз бергенде айттым. Ай, бұл исторический нәрсе. Бұның бойдақ болып жүргенінде бұны үйлендіріп той қылып едік. Бұның баласы үйленгенде той қылып едік. Енді немересі той болып жатыр. Сол себептен бәрі тәуба. Осы жігіттер, мұна отыр ғой барлығы. Бір-бірімізді аға ініп сыйлаған азаматтар отыр. Мұна Қоңырат дейміз. Мұна Шәкеңмен де жаңа айтып еске түсіп жатыр ғой. Мені қаяқта болса да Оқжетпесіне кездесіп, Шәкең ағамда енді президенттен кем күтпедім. Шамам келгенше Шәке деп кішкентай жағдай естіп алдына жүгіріп жүрдім. Себебі әр нәрсенің орны бар. Мына Кенжекең, ол енді маған бір 3-4 жас әңгіме кішінде емес. Оның лауазымы, істеген қызметі, жолы үлкен. Қай жерде болса да жағалық қызықтың барлығын өзі білет шет жағасын. Сол себептен бұлар да бір үлкен жүздің үлкен адамы. Ал кеше ең үлкен Қоңыраттың президенті бүкіл дүниежүзілік. Қан жігіт екен. Енді біліппін. Енді бұлармен енді сіз біздескеннен кейін бізде қандай арман бар енді? Сол себептен жігіттер барлықтарының аты жөнін айтпайын дейін. Анау осы жерде Қали отыр. Мына кім? Қанекең. Мына Қанекеңмен мына спортпен айналысып ғой. Бұл кім ана Нұрлан қазіргі сенатор. Сол минус бітіргеннен кейін мені қолыма келді. Сөйтіп алдында кішкентай қылдық та кейін стадионның зам директоры қылдық. Сосын осы қанат бар, бәріміз бір футбольный клуб аштық өзімізше. Сол кезден бұлда 40 жылдан асты командада. Ойнаймыз. Мына Қанек айналайын, рахмет, қасымызда жүрсін. Осы жерде мына Қали, ол аға әне еті адно, ол жекжаттығымыз бар. Мен Қалекеңді бұрыннан сыйлаймын. Кішкентай кеуілімізде, жүзімізде бәріміз бір уақытта бірдей болған. Анау отырған үш. Бітірейін деп отырсыз ба? Иә. Анау отырған інілерім отыр. Барлығына рахмет. Мен айтайын деп отырғаным мынандай. Мына осы жерде қазақтың мықты жігіттері отыр. Жақсы адамдарым отыр. Менде жаман адам жоқ.
Мына тосты бар ғой, еш сөзсіз, құйыңдаршы. Осы сіздер үшін. Аманшылық, жақсылық үшін. Меніге барғайсы кеп түртеді. Болды ғой өйтті. Келдік. Дүйсенбі күні ең спокойный күн. Шынын айтса біз сіреді деп едік. Мына отырға дастархан басынан тұр. Орынбай ағама звондап еді, вторник күні мен жүрем деп Астанаға. Аға дедім, сіз қасымызға болыңыз деп істеп отқан нәрсеміз. Рахмет. Мына дастархандағы нәрсені алып, ішеп, жеп отырыңыздар. Қалай сөйлемей болмайды, ауырып өтірсіз. Кәні алыңыздар. Кәні құш. Нені? Абдулла сөзін алып айтқан мı? Абдулла сөзіне кей тұрамыз ше? Иә, бата қыламыз. Әбеке, сен қайтармақшың ба біздің апта? сөзіне кей тұрамыз десем бұлар тұрмады. Әбеке, жалпы тамада жолдаған дұрысын ба сен? Өзің тамадасың ғой? Мақыл, давай. Давай. Кән. Тастап арғы өткен беріп кетті, бірақ ұрғай алып еді, солай ташкен екін әртен екеніміз осы тәртіпке көнеміз. Дейтірі арғы өткен осы арамызда жалғыз генерал. Ұлттық қауіпсіздік комитетін бірталай жылдар бойы басқарған. Бір емес бірнеше облыста өзіміздің облыстың тумасы бірталай елді мойындатуда. Бүгінгі таңда егеменді елі үшін жанын қаным деп бүгінгі таңда зейнетке шыққан азамат генерал Ақшаев Асқар ағамызға ресіп көтіп отырмыз. Көзіңіз бастай беріңіз, ары қарай беттестірем артынан. Ал мына бүгін тамаша күн болып тұр, Әбеке. Мына сізді осы орденге ұсынған азаматтар да, сізді сол орден беруге қол қойған азаматтар да өте тауып қойған. Себебі парасат ордені сіздің жаңағы ой парасатыңыз, сіздің мінезіңіздің барлығын есептегенде сізге осы орден өте жарасат орды деп санаймын. Сол құтты болсын. Мына орден енді ұрғашы болып шықсын, көбейе берсін. Сізге өзіңізге денсаулық мына құдалықтағы қатынасымыз бар. Сол құдалығымыз 1000 жылдық болып, осындай табыстан табысқа, марапаттан марапатқа жете беріңіз. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін, аманшылық болсын. Аларғарай, доқты жалғастырайық, Жеңісбек аға. Мына Тайбек аттың өзінің бүгінгі таңдағы жақсылық әрбір қорықтың бүгінгі таңдағы алдың иесісіз. Бірталай шикалай ширек ғасыр. Кіріспес бере берсе бәрін танимыз ғой. Иә, ширек ғасыр бойында кіріспес. Жеңісбек аға өзіңізге бірден беріп жіберсем, иә, оны кейін созақпай. Жолыңызды айта бермеңіз. Иә, болды, Жеңісбек аға, өзіңіз бастай беріңіз. Әбеке көне кейін. Әбеке, мынау шын мәнісінде өте қуаныш күн болып жатыр. Қуаныш жыл болып жатыр биыл. 75-ке келіп жатсыз. Құдайға шүкір, абырой биігіне шығып жатсыз. Енді мен осы Әбекеңмен жаңа айтып жатырмын ғой, сол 90 жылдың басында, 80-нің аяғынан бастап, салға айтып біткен азаматымыз бар. Осы Әбекеңнің арасында Шәкеңмен де көп жүрдім мен, Құдайға шүкір. 90 жылдан бері қарай қасында жүрдім. Ал енді Әбекеңмен жаңа айтқан бір тумасақтан туған ел болып, ағайын дос болып, шаққылап жүрдік Әбеке. Бұның бәрі енді бір жаңа айтқанда Айекеңнің арқасы болды, өзіңнің арқаң, үлкен азаматтығың, мен оны қатты сыйлаймын, қатты бағалаймын. Өте мақтан тұтамын Әбеке. Балалардың бәрі жақсылығында болды, Құдайға шүкір. Бас Құдай болып та шаққылап жүрдік, Құдай болып шаққылап жүрдік. Аллаға шүкір. Міне, біз өзінде жақсы айттым ғой, бәрі біздің жақсылығымызда. Сәке, Әбекеңмен бірге бірлесіп, бағайты осылай шаққылап жүрген азамат. Өте мақтан тұтамын тағзы Әбеке. Енді сіздің еңбегіңіз, адамгершілік қасиетіңіз, пайым парасатыңыз, осы облыстағы беделіңіз, Құдайға шүкір бір кісіден мен оны жақсы білемін. Талай бірге жүрдік. Апамыздың қолынан дәм таттық, патасын алдық. Жұмекеңнің үйінде талай болдық, Әбекеңнің үйінде талай болдық, өзіңіздің арқаңызда. Бұның бәрі мен қарап тұрсам, Алланың берген үлкен сыйы деп есептеймін. Сондықтан Әбеке, мынау балалар аман болсын. Міне үлкен немерелер үлкен азамат болып келатыр. Өзіңе тартқан кәдімгі. Өзіне Құдай қаласа озат болсын, мәкін мали болсын, үлкен азаматтар шаққылап жүр. Иә. Мынау бүгін енді жаңа Әбекеңнің жақсы айтып жатыр ғой. Бүгін өзі
осы ағайындар, тоз ішке болғандар қай жақты болмасын. Бірге жүреміз, бірге тұрамыз. Кенжеке, бұл енді сіз біздің артықшылығы жоқ көрінеді, сіз біздің бір дастарханның басынан болатын көрінеді, бір-бірімізді мақтап жатамыз, жақсылығымызды айтып жатамыз. Осының арқасында мен ойлаймын, жаңағы әркім айтып жүздің бәрі жойылады жаңағы. Ағайын қазақ, бір қазақпыз, түбіміз бір. Иә, сіз біз бола берсін, одан жамандық көрмейміз. Кеше семейге барып, керемет іс-шараның басында болдық. Ол жердегі ағайындарды айтып жатыр, қазақ біреу, қазақ бөлінбесін. Міне Семеймен Шымкент осылай араласып жатыр, керемет болып жатыр деп өте мақтан тұтып айтты. Бұл енді ата бабамыздың үлкен арманы. Ол жерде сіз бастап Құдайға шүкір, абыз ағамызды алдында отырсыз. Иә, өзіңізді қайратты қуанамыз. Сондықтан мынау әбеке бір жұмысы болсын. Албаған азаматтарға. Дені сау болсын, осының мына балалардың рахатын көріп. Мына ағайынның арасында абырой арта берсін. Мен соған тілектеспін. Мінекей осы ағаларымыз бәрі абыз ақсақал еді Шымкенттегі. Мен білген азаматтар осы кісілердің арқасында жаман болып жүргеніміз жоқ. Абырой да, адамгершілік те, кісілік те, зиялылық та бәрі осы жерден шығып жатқан дүние. Мен бәріңізді жақсы білемін, осы болған әбеке бәріңізді. Сондықтан мынаны әбеке өзің үшін балалар аман болсын, жалғаса берсін деп мен алып қоямын. Құрметті ағалар, действительно, өзінің қышандай біліп, топтастыруды Екінші мынаны жібермейді. Үшінші қыздардың қолын қалдырмайды. Әбекеңде шөуі де бар. Мен санап отырмын, әбекеңде алғашқы сырттағылар 50 өп қапты. Орба қосып жатыр. Айжан кең. Өйткені бұл кісіден бұл Айжанға мен ғашық болып едім. Бірге істеп едік. Қағып кетті. Ондырмай жатыр. Сондықтан әбекең үлкен азамат, әбекең құтты болсын. Бұдан да биік маратқа жете беріңіз. Дастарханға рахмет. Бүгін өзі керемет күн. Енді тарихта ана былай айтқанменен бүгін бірінші президент болған күні бұл. Тарихта қалады ол кісі жақсы жаман дегенде. Екінші үлкен алаштың ортасынан келіп ағалардың барлығы сол дастарханда отырмыз. Осындай жақсы дастархан, жақсы ниет таусылмасын. Елде тыныштық болсын, патшаға сабыр берсін. Әбеке сіздің кеудеңізге бұдан үлкен ала беріңіз. Үлкен жұмыстар дайындалып жатыр екен. 1200 гектар жерге жаңа іскер орталық саламыз деп. Жаңа қала. Біздің Ерболсының бәрінің жаңағы жобасын жасап, осы барған кісілерге түсіндірді. Енді сізді мен кішкентайымнан білем. Бірақ сіз Шардараға әкім болғаннан кейін араластық қой. Сіз Шардараға әкім болдыңыз. Біз сол жақта бұл кісі мына шетінде, мен мына шетінде, анда-санда қалада кездесіп, әбекең айтып қойдың, ой Шардар 60 градустық болып тұр деп. Мен айтам, 60 градустан бұрын әкімнің Шардарда проблема көп еді ғой біз. Анау толған водохранилище алып кетейін деп жатады, соны әңгіме. Мен Құдайға шүкір еңбегіңіз жанып. Анау қазақ біреуді теңес айтады екен ғой. Еңбек қазанында қайнап шар болаттай шыныққан азамат. Вот сіз сондай азамат. Сондықтан ағаларымды сөзіне қосылын, тек сіздің жанағы жақындыққа келеді. Олай беріп. Осы жерде ұлттарға өзіңіз бір топтастырып, бір алдырып қойсаңыз, онан кейінгі топқа уақыт бөлейік. Жақсылап бір әңгімеңізден бастаңыз. Отырысып жатыр, жақсы тілек айтып жатырсыздар, үлкен құрмет көрсетіп жатырсыздар. Абдулламен біз комсомолда бірге жұмыс жасадық, жаңа комсомолда айтып жатыр. Мен обком комсомолда қызмет істеп жүрген кезде әбекең Кентаудан қайтшы болып келді. Кейін бұл кісі Москваға кетті, мен келес ауданына бірінші қайтшы болып кетті. Одан қайтып келгеннен кейін де араластық. Ең комсомолда да бұрын біздің қарындасымызды қолымыздан апарып бергенбіз. Сояғын айтсайшы. Әбекең жақсы айтты. Айжанның арқасы. Әбекеңнің еңбегі де бар, бірақ Айжанның да үлесі бар. 20% әбекең, 80 Айжандікі. Дұрыс айтасыз. Мен сізді қолдап отырмын. Оның үстінде ағайынкешіліктің тағы жақындығымыз бар. Біреуміз аға баласы болсақ, біреуміз ноқтағасымыз. Әбекеңге жақсы тілек айттыңыздар, мен де соған қосылам. Әбеке парасатты азамат есебіңізге берілген үлгі құтты болсын. Тек қана бұнымен шектеліп қоймаңыз, Алла бұйырса, өзіңізбен болса бадарға жоқсы болсын.
жақсылықта биікте көбейік, аман болайық. Дұрыс. Бәріңізге де денсаулық тілейміз. Әбеке шай ішесіз ба? Шай қояйын деп емессіз. Батаңызды алайын. Орденнен орденге ары қарай жалғаса берсін. Ağamızı aytırmışsınız. Әбеке, мен сізді бұл Алғабас ауданында жұмыс істеп жүргенде ең бірінші рет сол кезде таныстым. Бізге енді Құдай болып көрінеді, бұл кезде Исмат Тұрсынқұл, Рахматулла, Молбек, біреу көрсет Расболқов, бірінші хатшы, бір күні сол кісіге шоғыр болдым. Сөйтсем, бір жап-жас жігіттің жалпақтар өтеді, мына жағынан шығады, кім екенін бұл? Мен Дүбай келдім, Союздан келдім, Қашықтан келдім. Біз сол кезде танысқан Әбекең. Сөйтсе, ол кісілерден үлкен, должностьта отырған ол кезде. Сонан бері мен Әбекеңмен дос болып, жолдас болып, семейне араласып кеттік. Әбекең енді еңбегіңіз мол еді сіздің, жетеді. Бәрі айтты оны, қайтып жоқ. Құда қаласа, бұдан да жоғарырақ марапатқа жете беріңіз. Деніңіз сау болсын, баршаңыз аман болсын. Әбеке, енді өзінің былтырғы жылы әке шешеңіз ас берген кезіңізде сіздің қасиетті ұрпақтан, текті ұрпақтан тарағаныңызды білдік. Өйткені осы жердегі кісілердің бәрі сіздің марапатыңызға қуанып отыр. Осы қуаныш жағынан бола берсін, жақсылықтар келе берсін. Құрметті ағалар, Тыңдаңыздар. төрт отырған дүкен ағаларымыз, қатарларымызға еніп, мен жақсыласығын баста бас қосып отырғаныма қуаныштымын. Сіздер бар болыңыздар, ұзақ өмір, денсаулық тілеймін сіздерге. Бүгінгі бір әдемі күн, сәтті күн, біздің Әбекеңнің қолында комсомолда істегенбіз. Сол Түлкібастағы Әбекеңнің комсомолда бастаған кезде осы кісілердің қолында істеп, бұл кісілердің алып кіре алмайтын кез ол кезде бұл кісілер қол жетпейтін толғайып қуаныштымын. Сіздің отбасыңызға, жеке басыңызға сәтті күн, құтты күн, кеудеңіздегі жарқыраған жұлдызыңыз құтты болсын. Ол жалғыз сіздің емес, отбасының бәрінің қуанышы. Бір қуанамыз, өйткені қоғамды кеңесте бірге өзіңізбен қатарласып істеліп, ақылдасып, сізбен ақылдасып жүрдік. Сіз қандай мәселені көтерсеңіз, соны тиянақты жеткізіңіз. Соның нәтижесінде қалада ескі бала темір жолын бүгін таңда жаяу жүріп, велосипедтің жолын істетіп қойдыңыз. Бұл сіздің еңбегіңіз, бұл сіздің айтқан мақсатқа жете алатын азаматтығыңыз. Сіз бізге үлгісіз, артыңыздан еріп жүре берейік. Мынау жарқыраған жұлдыз жаңа айтып қойып, көбейе берсін, бұдан да үлкеннен ағалардың жақсы жолдары сізге бере берсін. Алдыңызда сіздер, артыңызда біздер жүре берейік, аман болып. Мен де Айжан емеспін сен сияқты. Институт бітіріп келгеннен кейін бір кабинетте отырдық. Мені тәрбиелеген, менің ұстазым болды. Сондықтан 75-ші жылы Әбеке, марапатыңыз құтты болсын. Отбасыңызбен аман, әпкем екеуміз жүзден асып өмір сүріңіздер. Рахмет қайным. Бұл нағыз қайнысы. Қаяқтағысы? Қаяқтағысы? Шымкентте бір Шымкент. Переправленідегі. Айжан кен ғой Айжан. Сіздердің не істемеді? қанағаларыңыз ауылмейміз. Мен ішпеймін, көге мен шамаймын арақ ішемін. Ойбай, қашан? Айналып кетіңіз. Қойшы бәрінен. Ашулы ғой мұшы? Конечно, мен жезден осындай марапат алып. Қараке. Ана Қазір бір минут қал. амал беріп сыйла деген ғой, қазір ішпейтін болған бұл. Уже түстен алып уже кешке жақындаған болды ғой, уже бәрі әңгімесін айтып болып отыр. Не деген әңгімелерді естіп отырмыз. Қалай қанша жылдан бері Әбекеңмен таныс екенін, эпизодтарды айтып жастыру. Енді ол жағын біз білмейтін, қазір эпизодтарды біліп отырмыз өміріңізден. Енді Әбекеңмен қызметтес болған жоқпын, қызмет туралы айтатын.
комсомолда болған жоқпын, комсомол туралы айтып, жаңа өзіңіз айтпақшы, үш несін, жаңа позициясын ұстап отырған. Бірақ әбекеңмен осы елді болған екен, дастархандас болып жүріп, аралас болып жүріп, адамгершілік қасиетін өте қатты сыйлаймын. Осында дастархан басында әңгіме айтқан кезде, ол кісінің ізеттілігі, мәдениеттілігі, сондай бір көпшілдігі, бүгін өте жақсы әңгімені айтатындығы, бір отыра бересіз, қасында отыра бергім келеді. Сонда мен әбекеңді өте құрметтеймін. Баяғы спорт деп отырмын, енді жаңағы спортты басқарған кезінен білем, ол кезде мәслихаттамыз. Сол кезден бері араласып, мына келе жатырмыз, осындай бір осы. Мына бүгінгі отырыстың өзі керемет болып отыр. Отырыстағы азаматтардың барлықтарыңызды өздеріңіз орындарыңыз керемет. Bir үлкен таусыздар. Міне осында азаматтардың отырғаны сіздің кім екеніңізді рахмет дәлелге. Үлкен абыройлы азаматсыз. Мына құтты болсын, мына төсіңізді таққан үлкен парасат болды. Құда қаласа көбімізге жүкті болсын. Мына ағалардың көбісі алып қойған бұл парасатты. Сондықтан мынау жақсы отырыс өте керемет болып отыр. Өзіңізге денсіңізге саулық, осы абыройыңыз әр уақытта биік бола берсін. Айтқаныңыз. Duadan biri olsa koncanı da teşvik kamerası. Қазақ айтады ғой, кел демек бар. Жоқ деп. Әбекеңді бір келіп қуантып енді бір уақытылы. Сол себепті әбекеңе үлкен рахмет. Әбеке өзіңіз бір ақсақалдардың атын айтып тұрмын, ақсақалдар өтініш жасап жатыр. Әбекең бір жақсы сөйлесін, жаңағы ол инициативаны Құлшынбай Тосайды ғой жаңа айтқан деп бар. Қосақ арасында кетті ғой. Бірге. Өзіңіз бастаңыз, өндеріңіз бірге. Қосайдас кенжеке. Тек өзі қалды, індер қалды. Тарақтылар.
söyleme. Қазір еліміздің күнделікті өркендеп, қарыштап өсіп жатқанын көріп жатырмыз. Оны өсуіне жол салған сіздер. Арттарыңызда келе жатқан бауырларыңыз, балдарыңыз сол сіздердің салған жолдарыңызды ары қарай жалғастырсын. Одан кейінгі жаңағы айтатын жақсы елге белгілі болу үшін, жақсы өмір сүру үшін адамға ең керегі өзіңнің жақын бауырың, жора жолдасың, жастай өскен біреу жаңағы бауырлармен, жолдастармен жиі кездескен сайын ұзақ өмір сүрудің себебі болады екен. Міне жаңа Бекен ағамыз дұрыс айтты. Келесі кезек қай үйдегі шайда екен медаль алғандарына бара берейік деп. Лайым сол ортада осылай жүре беріңіздер. Ағаларымыз аман болсын. Сіздердің алдымызда сіздер сияқты, ағам сияқты болғанда біз енді арқа сүйейтін бауырларымыз. Екінші жаңа айтайын деген мәселем, ағамның бағана сіздер туралы өзінің жаңағы өмірдегісін айтып жатыр. Сонда мені ұлы жүз қылды дейді, мені кіші жүз қылды дейді. Кеше 95-ке келген бір көкеміз қайтыс болды, ағам бәріміз отырдық. Сонда ол кісінің қай жүзге жататынын, қай руға жататынын білмейді екен. Бүкіл осы қолда отырған ол қай ру еді дейді. Енді ағам бірінші өзі ашты, кейін бір жаңа бір құдайды айтты, ол тарақ еді дейді. Тарақтың қанында сондай бар. Қазағым деп өседі. Жастарымыз да сондай болып өссін. Мұны ағамның мына айтқан сөзін естіп бүгін менің өзім марқайып отырмын. Аман болыңыздар, арттарыңызда жүре берейік. Рахмет, құрметті ағалар дейміз ғой. Аға, маған бүгінгі мына марапатыңыз құтты болсын, көпшілік қуанып келіп отыр. Маназымбек айтылып отыр. Әрқайсыңыз бір әулеттің ғана емес, бір елдің, бір осы елдің үлкен азаматтарысыздар. Осындай үлкен дастарханға жинаған мен ағамның абыройы үшін қуаныштымын. Аға, абыройыңыз арта берсін, сіздердің де абыройларыңыз әрқашан артып, қалған артықтарыңызда еретін ұрпақтарыңызға осы абырой жұғысты болсын. Сіздер үшін алып қоямыз, ағамның дәрежесі арта берсін дейміз. Рахмет барлықтарыңызға. Әбеке, өзіңіз қорытындыңыз. Әбеке, бұл диаласың үшін. Біріншіден үлкен рахмет. Бұл анда дастархан үлкен кішісі болады, бірақ дастарханы бәрі бірдей. Осы жерде дастарханның басында отырған осындай ғұлама, елге қасиетті, өзінің ұрпақтарының әулетінің алдында қасиетті азаматтар отырсыздар. Осы жерге маған өте мақтаныш, әрқайсыларыңызбенен дәмдес болып, ешқандай қуанышымды бөліп жатқанға. Жанашыр болып жүресіздер. Мен оның бәрін бағалаймын. Беке, үлкен рахмет барлықтарыңызға. Мен оны сеземін, байқаймын. Ал енді мына жерде үйдегі жеңгейлер бар, құрдастар бар, келіндер бар. Өкпелеп бізді алып келеді деп айтпасын. Себебі жаңағы жігіттер отырып теңдеу сөйлесек деген нәрсе. Жаңа біраз секреттер кетіп жатыр, Украина. Аяқ шатақ айналып кетпес деген. Отыр ғой яқта. Мұна кім? Мұна мақсаттап отыр. Кімге қарап? Исмайылбекке. Мұна Сиқымның баласы қалай? Қайын болады. Қайын болады. Сол сияқты ол көп қой әр нәрсе. Мұна әрқайсыларыңыздың орны бөлек. Мен өте жақсы көремін. Жаңа кім Мелдекен айтып отыр ғой. Действительно, 78 жыл мен 77 жылы біз бір барған кезде бюроның бір мәселесіменен онда мұна Шәкең үлкен Потребсоюздың бастығы, олан Шәкең мектебінде ағылай береді. Емосы ең үлкені Шәкең. Шәкең десе, шәккімізді, о кезде жаңалай жүрген адамыз ғой. Қолымыз сөзіп баратын. Сол Шәке, мұна Мелдекеңдер, мұна ер оқаттар отыр ғой. Барлықтары заман болыңыздар.
Әрқайсыларыңыздың орны бөлек. Ана 73 аяғында мына дос кім Әбекең отыр ғой. Мекенбаев Аманған Барш деген досымыз болған, бұл кісінде бұл Қарағандыда бәрі істеген. Мен ана Бақытқали деген Саратта полковник болған. Біз аралас. Онда Әбекең ана мына стакан төл гранөлмен ішетін. Ол zaman da öttü. Ya, o zaman da öttü. Tövbe. Buna Aldekeng de aytып atыр. Şake, жаңа еске түсірдік қой біраз нәрсені. Рахмет. Анау Оқжетпеске барғанда Шәкеңді жүрегіміз жарылып, ағамыз нағылып деп алға салып жүрдік. Кішкентай нағылып. Şaka granatın içmeydi olarak. Ой, одан да үлкен мешіт. Мына отырған жігіттердің барлығының орындары бөлек. Мына Беке. Мені Бекеңменен сонау Ақпомның пайдалауы жүргенде Өсекең үйінде кездескен бірінші. Одан почти ровно 50 жыл болды. Міне енді осы уақытқа дейін сенмін деп наған емес. Әнеуін Ақтауға барғанда қызық болды. Бұл кісі ініммен жүр дегеннен кейін біз қайтатын күні бір жігіт үйінде қонақта болдық таңертең. Ақсақалда. Иә, ол кісі жаңағы мен айттым, Беке, ыңғайсыз жоқ деді, жүріңізді. Сосын ол кісі өзі абыройлы адам екен Ақтаудағы. Мына кімге Бекең айтады, қай ауылдың баласы? Сосын айтты ол, әйелі бәрі сұрап жатыр ғой. Бұл деді, өзіміздің ауылдың деді. Ол кісі комсомолда істеген ғой, уақытысында, қатар істеген екенбіз. Сол себептен бәріміз бір ауылдың азаматымыз. Ореке, мыңда бір рахмет. Кеше уақытыңызды бөліп, бүгін келеміз дегеннен кейін дәмдес болып жатсыз. Рахмет. Ол анда Тоқаевтың қолынан алу бір бөлек, сіздің қолыңыздан алу екінші бөлек. Мәртебе. Жақсылық көп болсын. Кенжекең өзі бір 5 адам болатын болса, саусақпен санайды, соның біреуі. Бұл анда билікте етадыны, қазір ардагерлердің ортасында абыроймен, республикада болсын, басқада болсын. Кейбірде звондайды, Әбеке мыняққа барасыз ба деп. Сосын барып айнаға қарап тұрып 2 сағат. Осы жауабыңыз жақсы екен, ол Кенжеке. Кенжеке рахмет. Аман есен болыңыз, бар болыңыздар. Барлықтарыңыз орындарыңыз бөлек. Мына кім Созақбай отыр, кім Бәке, мына Шәкең болса да, бұл жерде Қанжығыппен, Ұлықпен, мен енді комсомолда істеген екен, осы жерде көп адам. Бірақ кішкене етене араласынағаннан кейін, кеше кімнің Қанжығыптың немересінің тойы болды. Енді бүгін кішкене ары қарай жалғасын деген тірлік келіп құрметтегендеріңізге рахмет. Барлықтарыңызға қызмет етуге дайынмын. Ана Қалекең отыр. Әркімнің басынан қиындықта жақсылықта өтеді. Барлық қасындамыз Қалекең. Біз барлығы қалай жекжаттығымыз бар. Аман есен болайық. Мына мақсат жай Мәскеуде физтехті бітірген. Ол физтехтекінің бірі бітірмейді. Қазір үлкен олигарх, бір 10 шақты адам болса, соның біреуі мына Айжанның інісі. Енді осы жерде естігеннен кейін мен айтты, Мысырда болса да келем деді. Мысырда біз Алматыда екенсің ғой, келесің ғой деді. Сол себепті бұған да рахмет. Қанат айналайын, саған да рахмет. Анау домбырашысын әкелді. Әбеке деді, бір подарок істейін ба, анау баянист бар, знаменитый деді. Махмуд. Мына азды көптей көріңіздер. Рахмет. Кішкентай асықпай отырыңыздар. Мұнаның барлығы бүгін дүйсенбі ғой, кеңінен болады. Асықпай бір-бірін ұрып, давай деп отырайық та. Әбеке екінші парасат аласыз, сонда құдай қаласа келеміз. Үшінші, орайға тұрады. Әбекең сөзінде қосымша айтқым келіп тұр. Біз Шәкең екеуміз 2005 Шәке Польшаға бардық. Осы біздің оңтүстік Қазақстан облысының делегациясын екеуміз басқарып бардық Польшаға. Позnan деген губернияға біз побратим болдық. Сонда бізді Варшавада Сүлеймен күтіп алды, посол, елші. Төлеутай. Назарбаевтың сокурснигы. Сөйтіп Польшада жүрген бизнесмендермен бізді кездестірді. Сол жерде Әбекеңнің балдызы оппозицияда бақытты бизнесмен
Yerді бәрін көрсетіп, әбекең балдызды. Ол президентке түсті ғой. Президентке түсті. Сонда біз әбекеңге таң қалдық. О, қандай елдің қызына қалды біздің әбекең. Шәкесіңізде ме? Есімде, есімде. Ол балдызым. Варшавада. Мына Мақсат екеуі Москвада менің қолымда болған. Ол Мысейді бітірді, бұл пистек бітірді. Ол полякқа шықты ма? Полякқа шықты. Полякқа шықты, иә. Халық деген бажамыз бар. Кенжеке, ек қазақтың... байланысыз. Алла түсіндік қой. Кенжеке, қазақтың ек қызына таңғақ беріп қой. Осы қарындас біреу университетте қазақтың сап берді. Ол біздің қарындасымыз еді. Ол сіздің қарындасыңыз, иә. Соңғы тұрмысқа шықты. Ақша шығып кетті. Запқа бітіріп береді ғой, жылдың өтірген. Иә. Поляк. Кешеде бір қазақымыз космос күшті ғой. Жоқ ғой, ол Қарагөзованың қызы ғой. Ол да мақтаныш қой негізі. Қалғандар. Қарагөзованың күйеуі біздің ағайын. Жігіттер, ол жақсы. Тоймен бітпейді. Қоншымен бітпейді. Айтып отыр ғой сол. Ар жақсылықтарының ортасында болайық. Рахмет. Жарым қалудан қамын ел. Зет, абырой, бақ дәулет, оса тұрған бата! Алла өзің нәсіп еді. Дастарханға кең пейіл кетпес дәулет бер. Ниетің қабыл, мұратың асыл болсын. Қуанышың ары қарай жалғасын тауып, әр уақытта шаңырағында құт береке барып, шаңырағың шаттыққа толсын. Қауымға, барлығымызға амандық, денсаулық, отбасыларыңызда осындай жақсылық жалғасын тауып жасын.